Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Оңғар арнасында кезек шығарылым. Мен бүгін жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы туралы айтайын деп отырмын. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев кеше жаңалықтармен бөлісті. Револьверлік механизм осы айдың соңына дейін іске қосылады дедім. Енді біршама өзгерістер болайын деп тұр. Алдымен несиелеу туралы айтайын деп отырмын. Несиелеудің сомасында, талаптарында ешқандай өзгеріс жоқ. Мәселен, талаптары көлік Қазақстанда құрастырылған болуы шарт, несиенің сомасы 10 миллион теңгеден аспайды, және көліктің бағасы 15 миллион теңгеден аспау керек. Егер сіздің көлігіңіз 14 миллион 500 мың болатын болса, сізге 10 миллион теңгесін ғана рәсімдейді несиеге, қалған 4 миллион немесе 4,5 миллион теңгені сіз автосалонға қолма-қол берулеріңіз керек. Бұл баяғыдан бар шарттары. Басқа еш нәрсе өзгерген жоқ, дегенмен көлікке кезекке тұрудың тәртіптері жаңаша өзгереді деп отыр. Енді осы жолы бұл жеңілдетілген автонесиеге оператор ФРП, яғни Фонд развития промышленности, қазақша өнеркәсіпті дамыту қоры дейді, олар жаңа талап енгізгелі отыр. Оны министр былайша түсіндіріп өтті. Енді адамдар алдымен бұрынғыдай автосалонға барып кезекке тұрып жүрмей, бірден ФРП-ның құрған кезегіне тұрады. Егер де ол жақтағы кезегі келсе, автосалонға барып, содан кейін ғана автосалонға баруға мүмкіндіктері болады деді. Яғни бұл жерде біраз әлі түсініксіз нәрселер бар. Мысалы, қазір автокөлікке кезекке тұрған адамдар бар. 10-шы, 11-ші, 12-ші болып тұрған адамдар. Мысалы айтайын, егер де олар ФРП-ның кезегіне бірден тұра алмаса, бірақ оның көлікке деген кезегі кеп тұр, сонда бұл қалай болады? Немесе кезегі тым алыста тұрған адамдар 1000-1500-ші мүмкін көліктің кезегіне тұр, ертең жаңа платформада ол бірінші болып кезекке тұрса, сонда көлікті қайсысы бірінші алады? Қазір кезектің ең басына жақындағандар, олар жарты жылдан астам уақыт кезекте тұр ғой. Осы сияқты сұрақтар көп. Егер де сіздердің де сұрақтарыңыз болса, осы комментарийге жазыңыздаршы, оның себебін айтайын. Өнеркәсіпті дамыту қоры осы аптаның аяғында немесе келесі аптаның басында арнайы брифинг ұйымдастырады. Мен сол брифингке міндетті түрде қатысам. Сіздердің жазған сұрақтарыңызды егер де өзекті болса, сол жерде қойып жауабын аламды. Сол брифингтен тағы да арнайы шығарылым жасап сіздерге ұсынамын. Сондықтан кез келген сұрақтарыңыз бойынша хабарлассаңыздар, астына комментарийге жазсаңыздар, мен олардың барлығын оқимын. Бұл шығарылымды арнайы сол үшін жасап отырмын. Енді әзірге бар ақпараттарды сізге бердім деп ойлаймын. Тағы да не өзгеретінін келесі шығарылымда айтамын. Амандықта жүздесейік, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.